Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Сіздермен қайта кездескеніме өте қуаныштымын. Біздің бүгінгі вебинарлар легіне қосылып жатқан қатысушылар болса, өзімді қайра таныстыра өтейін. Менің аты-жөнім Окумова Жанара Бейсенғалиқызы, Астана қаласы Асыл Мирас аутизм орталығының оқыту дағдыларын дамыту бағдарламасының клиникалық педагогы болып табыламын. Бүгінгі вебинар тақырыбы баланың эмоционалды даму ерекшеліктері ерте жас, яғни туғаннан 3 жасқа дейінгі аралық және мектепке дейінгі 3 пен 7 жас аралығында талқылайтын боламыз. Бүгінгі берілетін ақпарат сіздер үшін өте тиімді болады деген ойдамын. Олай болса, вебинарымызды бастайық. Бүгінгі вебинарда жоспар бойынша қарастырылатын сұрақтар ерте жас аралығындағы және мектепке дейінгі жастағы балалардың эмоционалдық аймағы жайында, аутистік спектр бұзылысы бар балаларда эмоционалдық аймағында кездесетін қиыншылықтар мен эмоционалды интеллектіні дамыту жолдарын қарастыратын боламыз. Алдымен эмоция дегеніміз не? Сол сұраққа тоқтала кетейік. Эмоция бұл адамның айналасында болған жағдайға байланысты туындайтын психикалық күйі. Оларға қуаныш, сүйіспеншілік, ашу, мұңаю, қайғы, абыржу, үрейлену, қайғы, үмітсіздену, тағы және сол сияқты эмоциялар күйлер жатады. Яғни эмоция баланың жас аралығына сай дамиды. Көріп тұрғандарыңыздай, пирамида шартты түрде 3 кезеңге бөлінген. Ең төменгі кезең баланың 1 жасқа дейінгі дамуы. Одан кейін 1 мен 3 жас аралығы және 3 пен 7 жас аралығы көрсетілген. Енді сіздермен нәрестенің эмоцияларына тоқтала кетсек. Нәрестенің эмоциялық дамуы оның 2 айлығында анасын тани бастағаннан байқауға болады. Кешенді тіршіліктен жақындарына эмоциялық жағымды сезім реакциясы пайда болады. Яғни баланың күлуі, өлдеуі, көз алмай қарап қалуы, назарын шоғырландыруы. Бұл алғашқы әлеуметтік қажеттіліктің, қарым-қатынас қажеттілігінің пайда болғанының куәсі болып табылады. Нәресте 3-4 айлығында эмоциялық жағдайы қалай көріне бастайды? Яғни ол кезде бала таңырқауы байқалады, баланың мазасыздануы, физикалық жайсыздық жағдайында. Қажеттілігін қанағаттандырған кезде босаңсып, еркінсуі пайда болады. Айналасындағы таныс, жақын адамдарға күледі. Күнде көрмейтін таныс емес адамдарды көргенде күлкісін тоқтата қояды. Жағымды эмоциясын білдірген күлкісі кейіннен айқайға ұласады. 7-8 айлығында бөтен адамдарды көргендегі мазасыздануы күшейе түседі баланың. 7 ай мен 11 айдың арасында ажыраудан қорқуы, яғни анасы жоқ болып кетсе, қапалану немесе қорқыныш пайда болады. Бұл кезде жылаудың барлық түрін көрсетеді бала. Егер бала ыңғайсыздық сезінсе немесе қарны ашса, өзіне анасының назарын аударғысы келсе, оның жылау арқылы эмоциямен білдіреді. Ерте жастағы нәресте өзінің эмоцияларын қалай басқаруға болатындығын білмейді. Ол бір сәтте пайда болған нәрсеге ғана жауап береді және сол арқылы жақын адамдармен байланысы қалыптасады. Яғни нәресте ұялу не қорқу дегенді бұл кезде білмейді. Кез келген іс-әрекетке өте әсерлі жауап қайтарады және оны есте сақтай алмайды. Мысалы, анасын іздеп жыласа, анасы қасына келіп, қолына алып тербетсе, жылауын бірден қойып, анасына күлімсірейді. Дәл осы кезден нәрестеде анасына, басқа да отбасы мүшелеріне эмоционалды қарым-қатынас орнай бастайды балада. Бұдан шығатын қорытынды: 1 жастағы баланың эмоцияларын 3 негізгі белгімен сипаттауға болады. Олар қысқа мерзімді, тұрақсыз және әсерлі эмоциялар. Ал екінші даму сатысы, яғни 1 жас пен 3 жас аралығы. Бұл кезде баланың эмоциялары
тұрақтала бастайды. Яғни бұлар заттық іс-әрекетке бағытталған эмоциялар. 1 жаста бала анасымен эмоционалды қарым-қатынас орнатса, бұл кезеңде бала еңбектеп жүріп қана қоймай, қоршаған айналасын белсенді түрде зерттей бастайды. Яғни адамнан басқа да қызықты заттарға назарын аударады. Жаңа әдемі әсер қалдыратын заттар көрген кезде оның эмоциялары күрделене түседі одан сайын. Бұлар түрлі түсті, жанып сөнетін, дыбыс шығаратын ойыншықтар болуы мүмкін. Әрі бұл эмоциялар кенеттен ойын барысында туындап отырады. Бұл жастағы қарым-қатынас баланың заттық іс-әрекетті ұйымдастыру түрі болады. Жетекші іс-әрекеті заттық қимыл әрекеті болып табылады. Заттық іс-әрекеттің ішінде жаңа ойын түрлері және әрекеттің өнімді түрлері пайда бола бастайды. Яғни олар сурет салуы баланың, ермек сазбен мүсіндеуі, құрастырғыштармен құрастыру дегендей. Заттық іс-әрекетті меңгеруде маңызды рөл бұл жерде іскерлік қарым-қатынасқа тиісті болады. Яғни заттық іс-әрекет жетекші бола отырып, бала түрлі эмоцияларды бастан кешіреді бұл кезде. Ерте жастағы баланың эмоционалды дамуы өзге адамға, анасына, жақындарына деген сенімді эмоционалды байланыс орнатудан, қарым-қатынастан басталатынын біз сіздермен қарастырып білдік. Ал эмоционалды байланысқа не жатады? Соған тоқтала кетейік. Біріншіден, басқа адамдарға қызығушылық. Бала басқа адамдардың түр әлпетіне, олардың өзара қарым-қатынасына деген қызығушылықтан туындайды. Бұл адамдар арасындағы қарым-қатынасты қалыптастырудың негізі болып табылады. Екінші компонент бұл жерде эмоционалды синтонияны сезіну. Өзіңіз байқағаныңыздай, мүмкін тәжірибелеріңізде байқаған шығарсыз, бала анасының күйін сезінеді күнделікті өмірде. Тіпті егер ол өзіне қандай да бір алаңдаушылықты немесе қобалжуды жасыруға тырысса да, ата-ана, бала бәрібір анасының күйін сезінетін болады. Келесі эмоцияға еліктеу. Бұл баланың өзге адамның күлкісіне күлімсіреуі, ал ренжіп тұрса керісінше жауап ретінде сол адамның көңіл күйіне ортақтасуы. Күлкі өмірдің үш айының айналасында пайда болатын маңызды эмоция. Бұл эмоционалдық байланыс қоршаған орта үшін, баланың өзі үшін және жеке адам үшін жақсы. Себебі ол онымен байланысу қуанышын білдіреді. Соңғы 5-ші компонент басқа адамның эмоцияларын түсіну болып табылады. Бала басқа адам танытқан эмоциясын түсініп, сонымен қатар ол мұны неге істейтінін де түсіне алатын болады. Енді сіздерге түсінікті болу үшін әрбір компонентке жеке-жеке тоқталып өтейік. Эмоционалды байланыстың бірінші компоненті, яғни басқа адамдарға бала өзіне ыңғайлы болу үшін қызығушылықты тудырады. Түсінікті болу үшін дамуы ерекшелігі қалыпты баламен аутистік спектр бұзылысы бар баланы салыстырмалы түрде бірге қарастырайық. Өздеріңіз көріп отырғандай, дамуы қалыпты бала қара түспен белгіленген, ал аутистік спектр бұзылысы бар бала жасыл түспен белгіленген. Мәселен, дамуы қалыпты бала заттармен ойнағанда анасының немесе жақындарының қасында болғанын, өзіне назар аударғанын талап етеді. Ал аутистік спектр бұзылысы бар бала үшін адамға қарым-қатынас танытуға қарағанда жаңағы жансыз заттармен ойнағаны маңыздырақ болып келеді. Қасында өзге адамның болуын аутистік спектр бұзылысы бар бала талап етпейді. Және өзін сол күйде ыңғайлы сезінуі мүмкін. Анасының қолына қалыпты бала сияқты ұмтылмайды. Тіптен аутистік спектр бұзылысы бар баланың сенсорлық сезімталдылығы жоғары болса, анасы қолына алып құшақтағанда наразылық білдіріп жатады. Білдіру мүмкін әбден. Ал дамуы қалыпты бала мұндай сәтте әрдайым қуана-қуана анасынан құшағына жүгіре түседі. Өзге адамның эмоцияларын түсінуге келсек, дамуы қалыпты бала
ата-анасының туыстарының эмоциялық көріністеріне сәйкесінше жауап қайтарады. Өзгелермен бірге қуанып, жыласа көңіл күй түсіп кетеді. Ал аутистік спектр бұзылысы бар бала ата-аналардың эмоционалдық көріністерін, мысалы ата-анасының күлкісін естігенде жылауы мүмкін керісінше. Бұл дегеніміз эмоцияға жауап беретіндіктен емес, оның дыбыстарға өте сезімтал болғандықтан жылауы мүмкін. Яғни бұл жерде айта кететін нәрсе, балаға дыбыс жағымсыз әсер беруі мүмкін. Эмоционалды синтония. Өзгелердің эмоцияларын дамуы қалыпты бала бұл жағдайда жұқтыра алса, барлығы күліп жатқанда күліп, өзі де соларға қосылып күліп жатады. Ал керісінше аутистік спектр бұзылысы бар бала өзге адамның эмоциясына ешқандай жауап қайтармауы әбден мүмкін. Әлеуметтік күлімсіреу, яғни басқа адамға қарап күлімсіреу. Әдеттегі дамуы қалыпты бала басқа адаммен сөйлесуге қызығушылық танытқанда, өзіне ұнайтын, бірге ойнағысы келген адамды көргенде, назарын аударту үшін сол адамның бірден жүзіне қарап күлімсірейді. Сол арқылы ол адамға бірге ойнағысы келетінін білдіріп жатады. Әдетте аутистік спектр бұзылысы бар бала басқа адаммен сөйлесуден көріп, қызықты объектілерді көргенде эмоцияларды алуға тырысады керісінше. Яғни адамға қарағанда оған жансыз зат қызықтырақ болып келеді. Сондай-ақ дамуы қалыпты бала өте ерте жастан бастап бет әлпеттегі ым-ишараға, эмоцияларға еліктей алады. Мысалы, әкесі, анасы баланың түріне қарап жымиса, күлкіге жауап ретінде бет әлпетімен қайталауға тырысады. Ал 1 жастағы аутистік спектр бұзылысы бар бала эмоциялық дағдыларын көрсетпейді. Тіпті жиі қарым-қатынас жасайтын адам, қарым-қатынас орнататын адам анасына, өзіне жақын адамға мимикасын қайталай алмауы әбден мүмкін. Баламен эмоционалды байланысты қалай дамытамыз? Біріншіден, яғни сіздермен ерте жас, яғни туғаннан 3 жасқа дейінгі аралықты қарастыратын боламыз. Біріншіден, ең алдымен көзге қарау дағдысын дамытуымыз қажет балада. Ол не үшін керек? Бала басқа адамның жүзіне назар аудару үшін. Себебі бала басқа адамға қарамайтын болса, ол өзінің бет әлпетінің көрінісін, бет әлпетінің өзгеруін және басқаларын көрмейді. Сондықтан ең алдымен баланы басқа адамның бетіне, яғни жүзіне қарайтындай етіп, көзбен байланыс орнатуы керек. Осы кезде сіздерге маңызды жайт айтқым келеді. Сіздер бұл көзбен байланысты қалай орната аласыздар? Ол үшін баламен көз деңгейінде болуыңыз қажет. Ол дегеніміз, бала бірден сіз түріңізге қарамайды. Яғни ол үшін өзіңіз баланы қызықтыруыңыз керек. Мәселен, баланы қызықтыратын ойыншықтарды, заттарды, баланың дәмділерін, тәттілерін көз деңгейінде ұстай отырып, балаға ұсынғаныңыз дұрыс болады. Сол кезде сіз баланың назарын өзіңізге бірте-бірте аударта бастайсыз. Екіншіден, баланың реакциясын қадағалаңыз. Яғни балалар қызыққан ойыншығына емес, бала сол ойыншықпен ойнай отырып, бет әлпетінде қандай ым-ишара пайда болғанын аңғарып, баланың ыңғайына қарай өзіңізде бағытталғаныңыз дұрыс болады. Бала күлсе бірге күліп ойнаңыз, баланың эмоциясын балаға жауап ретінде қайталағаныңыз дұрыс болады. Үшіншіден, эмоционалды байланысты дамыту үшін сіз балаңыз үшін қуаныштың қайнар көзі болғаныңыз дұрыс болады. Балаңызбен барлық қарым-қатынасыңыз эмоционалды, әсерлі, жағымды, көңілді күйде болу керек. Сонда ғана бала сізбен қарым-қатынасты орнатуды, бірге ойнауды қайталайтын болады. Ойындарды баланың даму деңгейіне сәйкес қолданғаныңыз дұрыс болады. Баланың биологиялық жасына назар аудармаңыз. Себебі баланың менталды жасы биологиялық жасына сәйкес келмеуі мүмкін. Мысалы, егер сіздің балаңыз 5 жаста болса да, оған 2 жастағы дамуы қалыпты баланың ойнайтын ойыншығы әлдеқайда қызықты болуы мүмкін. Сондықтан, мұнда баланың жасы емес, басты назарда эмоциялық дағдыларын қалыптастыру екендігін ұмытпағаныңыз абзал болады.
Өсе келе эмоциялар баланың басқа адамдармен қарым-қатынасының өзіндік белгісі ретінде әрекет етеді. Енді сіздермен мектепке дейінгі 3 пен 7 жас аралығын толығырақ қарастырып өтейік. Мектепке дейінгі жастағы баланың эмоциялары өз ерекшеліктеріне ие. Бұл жастағы балаларда. Бала саналы түрде өзгелердің эмоцияларын түсіне алады, олардың көңіл күйін сезіп ортақтаса алады. Сондай-ақ басқалармен тұрақты қарым-қатынас жасауды біледі. Ал аутистік спектр бұзылысы бар балада бұл қалай көрінеді? Бұл кезде баланың эмоционалдық дамуы әдетте келесі сипаттамамен ерекшеленеді. Балада өзіне деген алаңдаушылық, ортадан оқшаулануы, көбінесе туыстармен, жақын адамдармен қарым-қатынаста эмоционалдық салқындық байқалады бұл кезде балада. Аутистік спектр бұзылысы бар балалардағы эмоционалдық қиындықтардың себептері екі үлкен факторға байланысты. Бірінші себеп бұл өзін-өзі басқару дағдыларының жетіспеуі. Басқа адамдармен өзара қарым-қатынас жасауда әдетте эмоцияларын дұрыс қолдана білмейді. Яғни орынсыз жерде импульсивті мінез-құлық танытуы мүмкін. Ал екінші себеп коммуникативті дағдылардың жетіспеушілігі. Бала сөйлей алмағандықтан өз қажеттіліктерін өзге адамдарға жеткізе алмайды. Сол себепті өзгелермен қарым-қатынаста оқшауланып, басқа адамның да өзінен не талап етіп тұрғанын түсіне бермейді. Себептердің әр қайсысын жеке-жеке қарастырайық енді сіздермен. Өзін-өзі басқару дағдыларының жетіспеушілігінің себептері. Балада көңіл күйдің күрт өзгеруі. Қимылды қозу және негативизм дейді. Көңіл күйдің өзгеру дегенне бала қандай да бір бізге түсініксіз себептермен бір эмоциядан екінші эмоцияға ауысуы, яғни сыртқы ортада біз үшін барлығы орнында ештеңе өзгерген жоқ. Ал бала бір мезетте күлді, артынша жылай салуы мүмкін. Қимылды қозу. Бұл дегеніміз баланың тұрақсыз қозғалысы, қабырғадан қабырғаға жүгіруі, бір орында тұрып секіруі немесе айналуы. Яғни бала өзін тежей алмайды бұл жағдайда. Зейінін бір затқа не іске шоғырландыра алмайды. Негативизм бұл баланың біздің өтініштеріміз бен нұсқауларымызды орындаудан бас тартуы. Ол біздің ұсыныстарымызға наразылық білдіріп, тіпті күнделікті іс-әрекеттерін орындағысы да келмейді, күнде орындап жүрген іс-әрекеттерін. Өзін-өзі басқару қиындықтары не себептен туындайды бұл жағдайда? Ең алдымен бұл баланың айналасында болып жатқан жағдайды түсінбеуінен. Бұл баланы шатасуға келеді, алаңдаушылықты арттырады, эмоцияларымен күресуді қиындатады. Келесі балаға қарым-қатынас дағдысының жетіспеушілігі өз тілектері мен қажеттіліктерін жеткізе алмаудан туындайды. Баланың өмір сүру сапасын айтарлықтай төмендетеді және эмоциялық тітіркенуді тудыруы мүмкін. Сондай-ақ өзін-өзі басқарудың қиындықтары күнделікті күн тәртібінің өзгеруіне де байланысты болуы мүмкін. Сол өзгерістен туындауы мүмкін. Себебі аутистік спектр бұзылысы бар кейбір балалар тәртібіне өзгеріс енгізгенді қаламайды. Яғни белгіленген рәсіммен, ритуал деп жатамыз, өмір сүреді. Сол үшін кез келген өзгеріс аутистік спектр бұзылысы бар бала үшін жағымсыз мінез-құлыққа әбден әкелуі мүмкін. Балаға өзін-өзі басқару дағдыларын қалыптастыруға қалай көмек бере аламыз? Ең алдымен біз оның коммуникативтік дағдыларын дамытуымыз керек. Бұл балаға өзінің өтініштерін, қажеттілігін білдіру әдісін үйретуді білдіреді. Бұл ауызша тәсілдермен, яғни сөзбен, немесе ауызша емес қарым-қатынас құралдарымен, мысалы PEX карточкаларын алмасу арқылы баланы қарым-қатынасқа түсуге үйретуге болады. Болмаса, жестік нұсқау арқылы баланы қарым-қатынасқа түсуді үйретеміз. Сондай-ақ жағымсыз мінез-құлықтың алдын алу үшін баланың әдеттегі өміріне күрделі өзгерістерді
біртіндеп енгізген қажет болады. Балаға бүгін не болатын алдын ала хабардар етуіңіз керек. Бұны ұмытпағаныңыз дұрыс болады. Сондықтан, егер сіз бала үшін жаңа іс-шараларды жоспарласаңыз, алдын ала хабардар еткеніңіз дұрыс болады. Мысалы үшін өздеріңіз көріп отырғандай, алдымен біз дәрігерге барамыз, содан кейін сен ойнайсың деген сияқты. Бұл балаңыздан наразылық білдіруден, яғни жағымсыз мінез-құлық көрсетуден аулақ болуға мүмкіндік береді. Балаға сізді түсіну оңай болу үшін нұсқауларыңыз барынша қарапайым, қысқа нұсқа болуы керек. Сонымен қатар, біз баланы ынталандыратын мінез-құлыққа қызықты балама беруіміз керек. Мәселен, баланың сенсорлық стереотипиясын байқасаңыз, ол бір орында айналып, немесе қабырғаға жүгіре бастаса, бала осы процестен сенсорлық рахат алады деген сөз. Себебі бала ойыншықтармен немесе қатарластарымен бірігіп ойнауы қызықты екенін түсінбеуі мүмкін. Сондықтан ол өзіне көңіл көтерудің басқа жолдарын табуға кіріседі. Осы әдеттер арқылы. Ал сіздің міндетіңіз бұл жағдайда балаға осы мінез-құлыққа балама жол көрсетуіңіз керек. Яғни альтернативасын табуыңыз керек. Баланы ойыншықтармен ойнауға үйреткеніңіз дұрыс болады. Оған басқа адамдармен қарым-қатынас жасауға, бірге ойнаған қызықты екенін үйреткеніңіз дұрыс болады. Және баланың жағымсыз мінез-құлқын үнемі түзетіп отыру қажет. Себебі, егер бала жағымсыз мінез-құлық көрсеткенде, сіз оған мән беріп, бекітіп алсаңыз, бала сіздің назарыңызды келесі жолы өзіне алу үшін де сол жағымсыз мінез-құлықты қайталайтын болады. Ал аутистік спектр бұзылысы бар баламен әрекеттесуге көмектесетін ұсынымдар талапты өзгертпеу. Егер сіз балаңыздан бірдеңені талап етсеңіз, оны аяғына дейін талап еткеніңіз дұрыс болады. Мысалы, сіз баланың қол жеткізгісі келген затына жылау арқылы қол жеткізуге мүмкіндік берсеңіз, келесіде ол өзі қалағанына одан бетер қатты жылау арқылы қол жеткізе алады. Сондықтан сіз де отбасы мүшелерінің бәрі бір жақты болуы тиіс. Және де баланың мен тағы жұмыс жасайтын мамандарда бір жақты болған дұрыс болады. Бала бұл тыйымның анасына, әкесіне және басқа жақын туыстарына қатысты екенін түсінуі керек. Осылайша біз өзін-өзі басқару дағдыларының себебін және шешу жолдарын қарастырдық. Келесі коммуникативті қарым-қатынас дағдыларының жетіспеу себептері мен шешу жолдарына тоқталатын боламыз сіздермен. Ең алдымен қарым-қатынас дағдыларының болмауы, яғни баланың басқа адаммен өзара әрекеттесе алмауы, ересектердің эмоциялары мен еліктеу дағдыларын қайталап жұқтыра алмауымен байланысты. Бала эмоциялардың мәнін түсінбейді, бағытталған түрде ересектің әрекетін қайталауға тырыспайды. Сондай-ақ балада адамдар арасындағы әлеуметтік қарым-қатынасты түсіну дағдысының қалыптаспаған балаларда. Коммуникативті дағдылары жартылай қалыптасқан, не мүлдем қалыптаспаған болуы мүмкін. Яғни мұнда еліктеу дағдысының маңызы өте зор. Еліктеу, яғни сіздерге алдыңғы вебинарларда айтқан болатынбыз, яғни бұл басқа адамның қимыл қозғалысын және сөзін қайталау қабілеті. Балаға әлеуметтік дағдыларды үйренуге мүмкіндік беретін өте маңызды, ең басты маңызды дағдылардың бірі десек болады. Балалардың эмоционалдық саласын дамыту үшін қажетті маңызды дағдылардың бірі, яғни коммуникациясын дамыту, ол сөйлеу қимылдары мен бет әлпеттері арқылы басқа адамдармен ақпарат алмасуы болып табылады. Сіздермен аутистік спектрі бұзылысы бар баланың коммуникативті ақпараттық дағдылардың жетіспеушілігінің себептерін қарастырдық. Олар яғни еліктеу дағдысының болмауы, әлеуметтік дағдысының болмауы, коммуникативті дағдылардың болмауы.
сіздерге эмоцияларды түсінуді үйрету барысында кездейсоқ оқыту әдісін пайдаланып, оқыту қызықты өту үшін барынша әсерлі еткізіп, көңілді өткізгеніңіз маңызды болады. Енді эмоцияларды түсінуді үйретудің алгоритмін қарастырайық сіздермен. Олар эмоцияларды тануы, ажырата білуі, және эмоцияларды өз түр әлпетімен көрсете білуі. Эмоцияларды түсінуге қалай үйрету керек балаға? Біріншіден, эмоцияларды тануға үйретуіміз қажет. Көріп тұрғандарыңыздай, эмоциялар айқын, анық көрініп тұрған кез келген ойыншықтарды алсаңыздар болады. Және де сатылап үйреткен дұрыс бұл жағдайда. Эмоцияларды балаға үйретесіз, ашулы, көңілді, қуанышты деп. Келесі қадам дәл сол заттардағы эмоцияларды енді суреттерден тануға, суреттерден, кескіндерден тануға үйретесіз. Нұсқаулық сол қалпында қалады. Яғни, мына көңіл күйді үйретесіз, мына қандай көңіл күйді көрініп тұр мына балада. Балаға сәйкесінше айтасыз. Ашулы, көңілді, үрейлі деп. Бала эмоциялардың атын түсінуді үйренгеннен кейін, келесі балаға эмоцияларды атауды үйретеміз. Нұсқауды бұл кезде біз өзгертеміз. Суретте қыздың эмоциясы қандай? Суреттегі ол нені сезініп тұр деп. Бала эмоцияны еркін меңгере бастағаннан кейін, өзіңіздің бет әлпетіңізбен суреттердегі эмоцияларды көрсете бастайсыз. Және көрсете отырып, балаңыздан сұрайсыз. Қазір мен не сезініп тұрмын? Мен қандай көңіл күйдемін? Деп сұрасаңыз, бала керісінше сізге жауап беру керек. Не болмаса, бұл жағдайда кездейсоқ оқыту әдісін қолданып, яғни ол әкесінің, үйдегі жақын адамдар, өзге адамдардың бауырларының, ата-әжесінің күлгенін, жылағанын, таң қалғанын, ашуланғанын кездерін міндетті түрде көрсете отырып, әкең не сезіп тұр? Бауырың қандай күйде деп сұрасаңыз болады. Баланың эмоцияларды бұл кезде танып, ажыратып, атауын бекіткеніңіз дұрыс болады. Келесі, балаға осы үйренгеннен кейін, яғни бала танығаннан кейін, оны атағаннан кейін, оны көрсеткен, басқа өзге адамдарда танып білгеннен кейін, балаға эмоцияны өзі көрсете алуға үйретесіз. Бұл келесі соңғы сатымыз біздің. Яғни бала нұсқаулықты бұл кезде сіз қалай таң қаласың, көрсетші, қалай ашуланасың, қалай күлесің, көрсетші деп сұрағанда, бала бұл сатыда сол эмоцияны сіз сұраған өз бет әлпетімен, ымышарасымен таң қалған эмоциясын, ашуланғанын, күлгенін көрсете білуі керек. Құрметті тыңдаушылар, қорыта айтқанда, баланың эмоционалдық аймағын ерте жастан дамыту, оның коммуникативтік дағдыларын жақсартуға және басқа адамдармен қарым-қатынас жасауға жақсы мүмкіндік береді. Ең бастысы, есіңізде болған дұрыс, өзіңіздің балаңызға мұқият болуыңыз керек. Оны қызықтыратын заттарды қолданғаныңыз дұрыс. Және балаңызбен ойнау кезінде, оқыту кезінде өзіңіз әсерлі және жағымды, жақсы көтеріңкі көңіл күйде болғаныңыз дұрыс. Балаңызға барлық жағымды эмоцияларыңызды көрсеткеніңіз дұрыс болады. Оқытуды әлде қайда қызықты өткізгеніңіз дұрыс. Құрметті қатысушылар, бүгін сіздермен ерте жас аралығындағы және мектепке дейінгі жастағы балалардың эмоционалдық аймағы туралы, аутистік спектр бұзылысы бар балаларда эмоционалдық аймағында кездесетін қиыншылықтар мен эмоционалды интеллектіні дамыту жолдарын қарастырдық. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге өте тиімді болды деп ойлаймын. Іс жүзінде қолданып, оқытуда қолданып, жақсы нәтижеге жетесіздер деген ойдамын. Әрқашан көңілді болып жүріңіздер, балаларыңыздан жақсы көңіл күйге
күйде шығару үшін өздеріңіз жақсы көңіл күйде өткізгендеріңіз дұрыс болады. Осымен бүгінгі вебинарымыз аяқталды. Келесі вебинарда кездескенше аман болыңыздар.